оқушылар жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына салтанатты қабылдау рәсіміне қош келдіңіздер. Бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы қатарына мектеп оқушыларын қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Парызымыз ұлы отанға арналды, бойымызда ізгі ниет балалық. Бар балаға үлгі өнеге боламыз, біз жас ұлан адалдықтан жаралдық. Болашаққа жол бастайды жас ұлан, жарқылдайды, жасындайды ер ұлан. Ізгілікті парасатты ұлы едік, үміт артқан ардағапағы жас ұлан. Жас ұлан ұйымы республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша құрылған ұйымның мақсаты өскелең жас ұрпақтың бойында патриоттық білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілікті қалыптастыру. Құрметті қонақтар, сіздерді жас ұлан төсбелгі мен галстуктарын табыстау рәсіміне шақырамыз. Дәстүрін жалғаған, қиялы биікке самғаған көшбасшы, соңында қалмаған, қарамбас қанатын қомдаған. Жас ұлан елімнің ертеңі, жас ұлан үлкені, Қазақстан кемесі қазақтың, жас ұлан жайылған желкені. Жас ұлан ұйымына кіре отырып, Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған еліміз, жеріміз, отанымызды мақтаныш етуге, ата-анамызды қадірлеп, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, оқуда озат, еңбекте адал болуға, салауатты өмір салтын ұстануға, тәуелсіз еліміздің білімді, жігерлі, парасатты отансүйгіш азаматы болуға ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Құрметті жас ұландықтар, берген уәделеріңізге болаттай берік болып, қазақ елінің көк туын аспанға желбірете беріңіздер. Жас
келеді. Жасұлан деген лайыққа келеміз егеменді ел төріне өрлеп ашылып алдымыздан алтын қақпа. Республикалық бірыңғай Жасұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау рәсіміне арналған салтанатты жиынды жабық деп жариялайды.